Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай ерекше орама нанның рецептін көрсететін боламын. Ол үшін бізге 1 стакан жылы су қажет. Одан кейін қажетті мөлшерде тұз саламыз, яғни 1 шай қасық тұз саламыз. Одан кейін үстіне 500-600 грамм ұнымызды қосамыз. Барлығын жақсылап иілеп, қатты қамыр шығарамыз. Қамырымызды тындырып қоямыз. Қамырымызды осылай пакетке салып қоямыз. Сол кезде қамырларыңыз бір-біріне иіні қанып, жұмсарып тұратын болады. Одан кейін ішіне салатын салмасын дайындаймыз. 3-4 штук картошкамызды қосамыз. Құйрық май болса, құйрық майымызды қосамыз. Құйрық май қоссаңыздар, сіздердің фарштарыңыз өте майлы болып, дәмді болып шығатын болады. Одан кейін ішіне пиязымызды қосып, барлығын жақсылап, үлкендеу, кеңдеу отысқа салып аламыз. Себебі араластырған кезде өте өзіңізге ыңғайлы болады. Одан кейін тұзымызды саламыз, қара бұрышымызды қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Фаршты араластырған кезде әбден араластырыңыздар. Ұзақ уақыт 5 минут, 7 минут араластырсаңыздар, сіздердің фарштарыңыз бір-бірімен жақсы бірігіп, пияздың соғы шығып, жақсы барлығы бір-бірімен араласып, үйлесімді дәм беретін болады. Одан кейін қамырымызды тағы бір илеп дайындап қоямыз. Сіздерде мантаварканың листісіне байланысты 3 болса 3-ке бөлесіздер, 4 болса 4-ке бөліп, осылай күлшелеп дайындап аламыз. Одан кейін ұнымызды сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қамырды жаятын кезде, бірінші бастапқы кезде көп ұн қосыңыздар. Одан кейін қамырымызды бірте-бірте жайғаннан кейін ұнымыздың мөлшерін азайтамыз. Қамырымыз мейлінше жұқа болу керек, яғни сіздердің столдарыңыздың үсті гүлді болатын болса, сол гүліміз астындағы сурет көрінгенше жұқа етіп жаясыздар. Одан кейін осылай мінеке қамырымыз жайып болдық, үстіне фарштарды бір тегіс етіп орналастырамыз. Фарштарымыздың барлығын бір тегіс орналастырып алғаннан кейін ортасын осылай 4-ке бөліп кесіп шығамыз. Қыздар, осылай фаршты қойған кезде міндетті түрде бір тегіс болып жайылуы керек. Қазір ораған кезде олардың барлығы бір тегіс әдемі болып оралатын болады. Одан кейін ортасынан бастап қамырымызды ұзынша етіп орап шығамыз. Қыздар, орамаларыңызды осылай 4 бұрышты етіп бөліп алып, осылай жеке-жеке орайтын болсаңыз, сіздердің оралған нандарыңыз өте дәмді болып шығады және жеген кезде өте қамыры көп болып шықпайды да, барлығы өзінің нормасымен әдемі болып шығатын болады. Мінеке барлық қамырымызды орап болдық. Енді мантаваркамызды майлап аламыз да, осы мантаваркаға орналастырамыз. Ешқандай қиыншылығы жоқ, тек екі шетін бір-бірінің үстіне орналастырып қоясыздар. Алдарына жеке тәрелкеге бергенде осылай бір-бір штуктан алдарына салып бересіздер. Сол кезде оңай болады. Енді қайнап тұрған суымызға 45 минут пісіріп аламыз. Мінеке біздің кішкентай орама нандарымыз дайын болды. Жегенге өте ыңғайлы. Тәрелкеңізге бір штугын салып аласыз да, қасына сметана қосып, немесе бөлек подлив жасап ұсынсаңыздар болады. Жасап көріңіздер. Осындай көптеген рецептерді менің каналымнан көре аласыз. Сол үшін міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын!